Қымбатты оқушы, біздің бүгінгі сабағымыз арнау деп аталады. Арнау деген тақырыпты айтпас бұрын, әуелі біз оның анықтамасына тоқталайық. Арнау дегеніміз белгілі бір суреткердің, жазушының, ақынның көпшілік қоғамға, қауымға, елге қарата айтылған, немесе белгілі бір адамға қарата айтылған өлеңі. Міне арнаудың түрін Ахмет Байтұрсынов мынадай 3 түрге бөледі. Жарлай арнау, сұрай арнау, зарлай арнау. Жарлай арнау дегеніміз не? Жарлай арнау Абайдың қалың елім қазағым қайран жұртым деп аталатын өлеңі. Міне бүкіл елге қарата ұстарасыз аузыңа түстау мұртың деп зарлаған Абайдың арнауын көреді екенбіз. Міне бұндай арнаудың түрі жарлай арнау, көпшілікке қарата айтылған. Бұл жыраулардың толғауларында да көп кездеседі. Ал енді сұрай арнау. Сұрай арнаудың үлгісі үнемі тесте қайталанып келіп отырады. Кілең сұрай арнаумен жазылған Абайдың өлеңі қалай аталады деген сұрақ келеді. Міне бұл Абайдың балалық өтті білдің бе деп аталатын өлеңіне мысал келтіруге болады екен. Міне осы сұрай арнауға арналған тесте үнемі қайталанып келіп отырады. Балалық өтті білдің бе, кәрілікке келдің бе? Кім біледі сен кәпір, баяндыдан төндің бе, баянсызға көндің бе дейді. Мінекей, бұл жерде бұл сұрай арнаудың үлгісі. Ал енді зарлай арнау дейміз. Бұл белгілі бір адам қоғамда, халықта, елде өзінің орны бар адам қайтыс болғанда айтылып жататын бір осы сияқты бір қатты ауыр қайғы басына түскен кезде айтылатын өлең. Мінекей бұған мынау Сағи Жиенбаевтың Евгений Брусиловский қайтыс болған кезде, Мұқан Төлебаев қайтыс болған кезде шығарған өлеңдері жатады екен. Міне Мұқан Төлебаев қайтыс болған кезде Сағи Жиенбаев былай деп өлең шығарады. Көктемің келді өзіңнің, сызылтып дағы сиқырлан. Көктемдей еді-ау сезімің, ояншы досым ұйқыңнан, ояншы досым ұйқыңнан. Бұл жылаған орны толмас қайғыға әбден өзінің ортақтасқан мұң ақтарған ақынның зарлай арнауының белгісі. Немесе өлгені төлегеннің рас болса, құдайым қыз жібекті неге алмайды деп әбден көз жасын еңіреп етегі толған қыз жібектің зары міне осы зарлай арнаудың үлгісіне жатады екен. Сонымен оқушы қорыта келгенде айтарымыз, арнау көркем шығармада жазушының айтайын деген ойын, берейін деген образын, қолданатын сөз образын ерекше көркемдеп суреттеудің үлгісі екен.